Шырғалаң тағдыр 12-ші бөлім. Бүгінгі бөлімінде, алдыңғы бөлімінде Мехмет Ахметті пышақтап, яғни қайшылап кеткен. Ол әрине Қазымның әйелі болатын. Десе де өзінің қылмысын жасыру үшін және қызғаныштан Мәжиденің сотталып кеткенін қалаған. Ол өзі Ахметке пышақты бірнеше рет қайшына бірнеше рет тығып және ессіз жатқан Мәжиденің қолына ұстатып кеткен. Қазым келген кезде ол шок болды. Қазым оны іздеп келді және көп уақыт туалеттен келмегеннен кейін сағатына қайта қарап іздеп келген кезде осы көрініске тап болды. Мен емес, мен ешкімді өлтірген жоқпын, мен ештеңе білмеймін деп жылаған Мәжидені жұбатты. Сенің ешқандай кінәң жоқ, бәрі дұрыс деп Ахметке қарады. Ахмет әлі де жансыз жатыр еді. Мәжиде, мен ештеңе істеген жоқпын, білесің бе, мен бәрін білмеймін, қалай болғанын да білмеймін дейді. Қазым не істерін білмей, бәрі жақсы болады деп Мәжидені сабырға шақырып, уайымдама деп. Содан кейін Ахметтің қасына барып, оның тамырын ұстап көрді. Ахмет әлі де тірі екен. Ол тірі екеніне қуанып кетті. Мәжиде, ол тірі, сен еш уайымдама, бәрі жақсы болады, бірақ сен мына жерден кетуің керек дейді. Әрине, бұл істі не істеді Нериман, яғни Қазымның бірінші әйелі, барлық қызғаныштан болды. Тіпті қалай өз қолымен пышақты Мәжиденің қолына ұстатқан барлығын есіне алып, таксидің ішінде қайғырып отыр. Енді қайда барарын да білмейді. Бірақ таксиде ол өзінің ісін жасаған есіне түсірді. Ахметтің жедел жәрдеммен бірден ауруханаға келген және пышақталғанын көрген анасы жүрегі ауырып жатыр. Бұл қалай болғаны дейді. Осының барлығына кінәлі әрине Мәжиде екенін Жиһангер бетіне басып жатыр Қазымның. Ал Ахметтің бұрынғы ғашығы болса қайта қоңырау шалады. Біресе неге, біресе Ахметке. Ешқайсысы ешқандай жауап бермейді. Енді не істеймін, бірдеңе болды, бір жағдай болды деп қайта алаңдаулы. Қазым өзінің ең сенімді оң қолы әрі көмекшісі және де күйеу баласы Заперге қоңырау шалып жатыр. Заперге Мәжидені ешқайда жіберме, ол кетем десе де кетірме, мен қазір барлық істі аяқтап болған соң барам дейді. Мәжиде болса, мен кетемін, полицияға баруым керек, менің арым жібермейді, мен бәрін жасадым дейді. Осы кезде Запер тынышталдырып жатыр. Ал Мәжиденің бірден жоғалып кеткеніне анасы таңғалып, тіпті Сараға да келді. Ол қыз қайда, оны көрдің бе дейді. Ол да Сараны іздеп жүр, Сарады Мәжидені іздеп жүр, жоқ дейді. Осы кезде анасы қайғырып жерге баспалдақтың үстіне отыра кетеді. Ал Қазым болса, көмекшісі әрі күйеу баласы Заперді шақырып алып, бұл істі бірыңғай жетеміз, бұны Мәжиде істемегені белгілі, басқа біреудің бұл жерде жоспарлары болған, басқа біреудің де қатыстары бар, тексерейік дейді. Мәжиде сол күнді есіне алды да Қазымға, мені жібер, мен полицияға берілейін, мен өз кінәмді өтейін дейді. Жоқ, болмайды, бұл істі өзіміз тексереміз дейді.